7 киелі кітаптағы маңызды сан. Иә, киелі кітаптағы 7 сөзінің толықтық пен тұтастық деген қосымша мағынасы бар. Бәріміз толықтық пен тұтастықтың болғанын аңсаймыз, бірақ оларды көп кездестіре бермейміз. Керісінше, біз ұдайы жұмыс істеп ретсіздікпен күресеміз, ал шын мәнінде демалмаймыз. Иә, енді киелі кітаптағы жаратылыстың басталу жазбасының бірінші тарауына назар аударған кезде мұны есте сақтайық. Бұл тараудағы баяндама қараңғылық пен ретсіздіктен басталады. Бірақ кейін өмірдің өркендеуі үшін Құдай берген бұйрығымен жарықты жаратып, реттілік орнатты. Бұл 6 күн ішінде болды. Әр күн жайлы кеш түсіп таң атты деген сөйлем жазылған. Бірақ 7-ші күні ерекше нәрсе болды. Құдай жұмысын тоқтатып демалды. Иә, солай. Оның жарату жұмысы 7-ші күні аяқталды. Кеш түсіп таң атты деген сөйлем 7-ші күні кездеспейді. Бұл бітпейтін күн сияқты. Құдай ие 7-ші күнге оң батасын беріп, оны қасиетті деп белгіледі. Жер Құдай жаратқан бүкіл тіршілік иелерін, солардың ішінде адамдарды да мұқтаждықтарымен қамтамасыз етті. Адамдар Құдаймен бірге жануарларға билік жүргізуге тағайындалған. Олар 7-ші күнгі демалыстың патшалары мен ханшайымдары сияқты. Бұл маған ұнайды. Бірақ адамдар бір қара күшке алданып, осы демалыстан айырылды. Олар ен далаға қуылып, құл іспетті жер өңдеуге мәжбүр болды. Олар өліп, өздері жаратылған топыраққа айналғанша солай істеуге тиіс болды. Бірақ жаратқан ие адамзат үшін 7-ші күнгі демалысты қалпына келтіргісі келді. Сондықтан ол Израиль халқына сол ғажап демалу мүмкіндігін сыйлауды ұйғарды. Сөйтіп олар оны басқалармен бөлісе алды. Бірақ қалай? Израиль халқы Мысыр патшалығында құл болып зорлық-зомбылық көрді. Құдай ие Мысырға қарсы шығып, израильдіктерді азат етті. Әрі қараңғылық пен ретсіздік арқылы уәделі жерге қарай бастап алып барды. Сөйтіп олар ен далада көшіп қонып жүрді. Сол жерде адасып кету оңай еді. Өмір, күрес. Олар демалатын елге әлі жетпеген еді. Бірақ халық жолда келе жатқанда, жаратқан ие оларды ен далада, уәделі жерде жүргендей өмір сүруге шақырды. Бірақ сен ен далада жүргенде, болашақтағы демалысты қалай өткізе аласың? Жаратқан ие оларға әр аптаның 7-ші күні жұмыс істемей, демалу, яки еврейше шаббат жасау керектігін айтты. Осылайша олар Құдайдың жақсы дүниесінен рахаттан алды. Демек, олар ғажап тыныштық орнағандай өмір сүру үшін толық бір күн бойы демалды. Иә, бұл шаббат, яғни әр аптаның 7-ші күні тойланатын демалыс күні. Бірақ бұдан да көп игілік болды. Демалыс күні израильдіктер жыл сайын өткізетін 7 мейрамның бірі ғана. Олардың әрқайсысы алдағы 7-ші күнгі тыныштықтың алдын ала белгісі болды. Бұл бірталай жеті ғой. Бірақ бұдан да көп жеті болды. Әр 7 жыл сайын израильдіктер тынығу жылын өткізіп, басыбайлы қызметшілерін босатып, қарыздарды кешіруге, әрі жерді бір жыл бойы демалдыруға тиіс болған. Сонымен қатар 49 жылда бір рет, яғни 7 рет 7 жыл сайын мереке жылы деген ғажап демалыс кезеңі болды. Егер бір израильдік мұралық жер танабынан айырылған болса, сол жылы оны қайтарып алды. Егер біреу қарызға батқан болса, онысы кешірілді. Тамаша, демалыс күні, сол 7 мейрам, мереке жылы, мұның бәрі болашақтағы демалысқа деген үмітке нұсқады. Иә, дегенмен израильдіктер уәделі жерге кіргеннен кейін өздерінің жаратқан иесін қайта-қайта ұмытты. Сондықтан олар уәделі елде демалу мүмкіндігінен айырылды. Зорлықшыл бір патшалық оларды елдерінен айдап әкетті. Содан олар қайтадан ретсіздік пен азап жайлаған бір жерде құлдыққа түсті. Бірақ Израильдегі пайғамбарлар халықтың басына түскен қуғын сүргіннің бір кезде аяқталатыны, сол ғажап мереке жылында олар бостандық пен тыныштықта өмір сүретіні жайлы алдын ала хабарлады. Бірақ ұрпақтар келіп кетіп жатты, ал бұл уәде әлі орындалмаған еді. Осы әңгіменің қараңғы тұсында Мәсіх Иса пайда болды. Ол өзінің халық алдындағы қызметін бір демалыс күні бастады. Иә, Мәсіх Иса Ишая пайғамбардың жазбасынан бір үзіндіні дауыстап оқып берді. Тұтқындар мен құлдардың босатылатын кезі келді. Өйткені бұл жаратқан иенің мейірімділік жылы еді. Мәсіх бұл жаратқан иенің мейірімділік жылы дегенде нені білдіргісі келді? Ол ғажап мереке жылы туралы айтты. Демек, Мәсіх Иса сол тамаша тыныштықтың өзі арқылы орнайтынын жариялады. Иә, солай. Ол өзінің демалыс күннің иесі екенін де айтты. Мәсіх Иса сондай-ақ ретсіздік пен қараңғылықтың барлық түріне қарсы шығып, адамдарды аурудан, күнәдан, тіпті өлімнен де азат етті. Алайда Иса өлтірілді. Осылайша тіпті оның жұмысы да жойылды. Шынында бұл тек солай көрінді. Мынаған назар аударшы. Мәсіх Иса өзінің аптаның соңында өлетінін белгілеген еді. Оның мәйіті қабірге қойылып, демалыс күні сонда жатып, 8-ші күні өлімнен тірілді.
Тоқтай тұр, сегізінші күні ме? Яғни жаңа аптаның бірінші күні дейсің бе? Дәл солай. Мәсіх Исаның қайта тірілгені жаңа жаратылыстың алғашқы күні сияқты болды. Сол кезде Құдайдың жарық нұры мен өмірі қара түнекті жарып өтті. Сондықтан біз Мәсіхтің қайта тірілгенінің арқасында Құдайдың болашақ тыныштық жөніндегі уәдесіне үміттенеміз. Бірақ біз әлі сол жерде емеспіз. Әлі ен далада жүрген сияқтымыз. Онда күрес пен азапты бастан өткіземіз. Бірақ біз сол ғажап демалыс күніне, яғни тыныштық дәуіріне қарай сапар шегіп жүргенде, Мәсіх Иса бізді қазірдің өзінде өзінің шәкірті болу арқылы нағыз демалыстың дәмін татуға шақырады. Ол былай деген: қиналып шаршап шалдыққандар, еңселерін ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер бәрің. Жандарыңды мен рахатқа бөлеймін. Тыныштық табады сонда көңілдерің.